Нұрлан ағамыздың қуанышты мерейтойына хош келдіңіздер. Сенің туған күнің әппақ арманыңды Көңілге қалай салтанат дәде? Күшті. жолғынып бір билейік шай шығарып ортадан. Салтанат тәтем 100 жасасын дегендер шапалағымызды ұрайықшы. Салтанат тәтем 100 жасасын. Нұрлан ағам 97 жасасын. Аздау болып қалды ау деймін аға, жарайды. Негізі мына статистика бойынша еркектер 90-дан кейін өзі кімнің күйеуі екенін ұмытып қалады екен ғой қазір. Нұрлан ағам қандай? Қолымызды көтеріп айтайық. Серьезный дейді. Спортивный дейді. Сіздің көзіңіз көрмейді ме неме? Спортивный деп қояды ғой. Бажам красавчик. Бажам красавчик дейді. Өзі борзый и дерзкий. Ой, тамаша. Ерекше ене. Ерекше ене. Келіндер, сондай ма точно? Қайнапайымыз сүйкімді. Өзіңіз ене болдыңыз ба тәте? Я, қызымды беріп отырмын ғой. Қызыңызды бер. Мен дейтін. Ойбай, құдағи ма не еще? Кәм, құдағи деуге қимайды екенсің, өзі қыз сияқты әлі. Білет қалай мақтау керек екенші. Ана қызға ұрыспасын деп тұр ғой. Дұрыс, молодцы, есіміңіз кім болады бұрадан? Рауан, нешеде келдіңіз, Рәке? Мен жаңа келдім мен. Бұны совсем саспайды екен ғой, жаңа келдім деп қой. Так, сағат нешеге деп айтты тойды? Тойды 6 деді де 8:30-да келдік қой. 6 деді, 8:30-да келді. Енді бар ғой, мына кісінің түрін жақсылап жаттап алыңыздар. Егер тойларыңызға шақыратын болсаңыздар, 5-те болатын тойға 3-те деп шақырыңыздар. Жарай ма? Өйткені үнемі кешігіп жүретін әдеті бар екен. Сіздің есіміңіз? Эльвира. Эльвира. Руыңыз кім? Арғын. Арғын. Бір қошемет бола ма? Есен жол. Әйеліңізден қорқпайсыз, значит, Башы, тыңдамайсыз, Орныңнан тұр деп айталасыз ба деймін. Тұр орнынан. Енді жарайды. Енді өзіңіз жалпы қорқпайтыныңызды қашан білдіңіз? Келе шыққан кез той кез. Жаңа тойға келе тұрған кезде білдіңіз ба? Қазір сұрақ көрейін әйеліңізден онда. 30-дан асып. Жоқ, ондай емес қой тәте. Қуанып кеттік. Қуанып кейде қаламын, жұбанып кейде қаламын, қартайған ата-анамды өсіп барамын. Ойбай, бәрін біз айтып бердік қой дәде. Жарайды, енді құр жібермейін сізді. Достарым менің золотой, бауырларым менің дорогой. Жүрегім менің Золотой, достарым менің. Сен вообще потеря екенсің ғой, братан. Ең бірінші болып танысайық деп қырындаған кім? Мен? Сосын танысайық онда деген кім? Мен? Сіз, Ортаншы ұлыңыздың жасы нешеде? Ортаншыны? Білмейді. Өз сондай ғой еркектер. Білмеймін, милар ашық қала ма сондай бір деген, Жас нешеде? Саят. Немене біле, сізде ұлыңыздан сұрап атырсыз ба мына жақта? Мирхат жаным ботам келе ғой. Атасының баласы, апасының баласы. Ай, бәрекелді. Ай, тұра, асықпаса. Ұрысқан кезде. Ұрыспайды. Не, өлетін жерін біледі мына келін бар ғой. Бәле ғой, кәдімгіше ойланып тұрды, ұрыспайды дей салып отыр ғой. Ұрыспайды. Сен бөлек тұрасың ба? Мә саған визиот қой. Бір шының келіп тұрған кезде не деп атайсыңдар? Маманы ма? Иә. Мама? Мама дейсіңдер ма, точно? Құдай көріп тұр, мойындаңдар, не деп айтасыңдар?
ана салтанат деген қатын деп айтасыңдар ма, не дейсіңдер? Ештеңке Ондай айтпайсыңдар ма? Ай, дұрыстап құшақтасай, өзің шешең құшақтағандай. Сен дайындайсың тамақ түйіп. 2. Ай, тұра тұрсай. Нәрге келсей, тұра тұр. Ойбай, медет, біреудің баласын құлатып ап, масқара болмайық. Тыға ұқсайма ағайындар. Тыға ұқсайды ғой, Сенікі түйе болып кетті ме, немеле болып кетті бір адам? Баласын қалтасын. Бәрекелді. Сенің балаң өзіңнен тәу екен. Әне. Сиыр сауып отқан келіншек. Өздерің шешіп алыңдар, кім сиыр болатын? Сен қай жерін сауып атсың, Қай жерін сауып атыр мыналар, Мұнау, сен түйе сауып атсың, ма бір адам, не сауып атсың өзі? Так, домбыраның құлағын келтіріп алайық. Таң. Мен ғой айтамын. Жоқ, енді дыңғыр деп бастамайсың. Дыңғыр. Сен домбыраның шегі башы қызық екен, Қай жерінен шертіп атсың сен өзі? Ай, бәрекелді. Ал енді 3-ші жұптың домбырасын көрейік. Кетті, құлағын келтіріп ал. Ахоу, Нұрлан аға, бүгінгі 60 жасың құтты болсын. Өстіп, жасыңыз 100-ге жетсін. Бала шағаңыздың ортасында күліп ойнап, үлкен ата болып жүре беріңіз. Әңгіме құраймыз. Тойға қаншадан береміз деп? Білмеймін, бұйырғанын береміз ғой. Болғанса Каспийде барын береріміз онда. Сөйте соғайық. Джек. 60 жас тойы қалай болып жатыр? Жынды болып жатыр. Тойдан кейін естейміз. Тақанса қуамыз ғой. Қойшы. Клубқа. Қойшы жаным. Виноградты жақсы көрем дейді. Сіз? Помидорды жақсы көресіз, Ай, рахмет. Аға, сен шара ойларын қатық қапты ғой, Бел майыспайды, сен кішкене бір белді де еске қосайық та, әне. Мен болсам майыспай алатын едім да. Жігіт сыйлап тұр ғой. Ән бастайық келе екеуміз, ұмытпа сен құрбым, есте қалсаны мәңгі бұл күн. Ал Нұреке, туған күніңіз құтты болсын. Мен мына сіздің қарындасыңыз Перизат Америкадан маған телефон шалып, ағамның той болып жатыр еді, біз Марат екеуміз баруымыз керек еді, сол шығамай қалдық деп, сол кісілердің аманатын, сол кісілердің құттықтауына алып келіп отырмын. Сол Голливудтан, Америкадан Марат Омаров пен Перизат ханымның сәлемдемесі мен солардың подаркісіге қояды. 60 дейді. 60 тал түс деп бекер айтпаған, сізге қараса 30-ға енді толып атқан жігіт сияқты үйлендіретін әлі, Үйлендіріп жібереміз ба сразу өзіңді? Шағыма сен алып, бейбилеймін қуаны. Ал бикештер оттай болып, қол тигізбес шоқтай болып жаны. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, той құтты болсын. Сонау Америкадағы Марат ағамның сәлемдемесін қабыл алыңыздар. Менің жалғыз болуым мүмкін емес, жаз дидарың жайнаған, көзіңнен нұр таймаған. Енді мен андай Америкадан шақыртып алған жоқпын, мен өзім келіп алдым дейді. Мен осы өнер жолымды енді бастап Алматыға келген кезімде
үйүнүн жылы төсегин жайып, баласындай көрүп, мени камкорлугуна алып, осылай таңертең съемкага кетип бараткан кезимде тамак жайымды берип жиберген осы Нурлан агам мен Салтанат тетемет. Сол жакшылыктарыңызды эч качан унутпойм. Көзүң әдемі, сөзүң әдемі. Ағайындар, бірлік болсын, бар ниет, бар ойыңда. Аққудай жұбын жазбаған, сен күлсең мен де мәз болам. Араған күлімсіреп, жанымның мен жылытады күн жүзінде. Саған ешкім